Сәлеметсіздер ме, біздің подкасттың көрермендері? Бүгін бізде жастардың рөлі елдің болашағы тақырыбында әңгіме өрбитін болады. Қош келдіңіз, Әмірбек Гүлжан ханым. Біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Ең үздік студенттердің қатарынан екеніңізді білеміз, Шоқан университетінің. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз жастар туралы болмақ. Өзіңіз енді жастармен көп жұмыс жасайсыз, көшбасшысыз. Осы орайда бірден сұрақтан бастап кетсем. Жақсы. Қазір сіздің ойыңызша қазіргі қазақ жастарының ең басты ерекшелігі қандай? Қазіргі таңда негізі жастардың ең бір ерекшелігі бұл жастардың жаһандық даму үдерісінде жаңағы цифрлық заманда дүниеге келу деп ойлаймын. Өйткені жастар қазіргі таңда өте осындай көп мүмкіндіктерді пайдаланады, және де осындай бір үлкен глобалды мәселелер болады ғой, соларға жастар ашық көзқарас білдіре алады. Және де медиа кеңістікте олар еркін жаңағыдай ой бөлісуі деген сияқты. Осылар жастардың ерекшелігі деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Бүгінгі жастар ел дамуына қай саладан көбірек үлес қосып жатыр деп? Қазіргі жастар, менің қатарымдағы жастарды айтуға болады, сіздерді айтуға болады. Жалпы қоғамдық даму саласында, мысалы жастар білім жағынан болсын, немесе мәдениеттің өрбуі жағынан болсын, түрлі іс-шараларға атсалысуы, және де жаңағындай желілерде контенттерді қазақ тілінде түсіруі. Менің ойымша жастар қазіргі таңда мәдениет саласынан көбірек атсалысып жатыр деп ойлаймын. Сондай-ақ ғылым саласында да, IT саласында да, бағдарлама түрлі жасау салаларында да жастардың қазіргі таңда жаңағы еңбектері жақсы көрініп жатыр деп ойлаймын. Иә, қазір бізде IT мамандарының арқасында бізде көптеген жасанды интеллект арқылы бағдарлама жобалар жүзеге асырылып жатыр. Біз қуаныштымыз, керемет платформалар ойлап тауып жатқандарына жастардың. Және келесі сұрақ, білімді және білікті жас маман қалыптасуда ең маңызды 3 факторды атай аласыз ба? Білімді және білікті жас маман болу үшін. Мен ойлаймын, бұл нәрсе ең бірінші жаңағы өзінің жаңағы наставнигі дейді ғой, мұғалімі, ұстазы, бағыт бағдар беруші адамға байланысты деп ойлаймын. Егер кішкентай кезінен баланың қызығушылығын аңғара білсе, және сол бойынша бағыт бағдар беретін болса, онда бала міндетті түрде зейінін қоя отырып дайындалады деп ойлаймын өзінің алдағы мақсаттарына жол жүруге. Иә, дұрыс айтасыз. Бұның барлығына бірінші ата-ананың көңіл бөлуі, балаға көңіл бөлуі маңыздырақ. Жастардың шетелге кетуі мүмкіндік пе, әлде ел үшін кадрлық шығын ба? Шетелге кетуі негізінен мен ойлаймын, бұл бір жағынан қарасақ, жаңағы жастардың шетел асуы бұл үлкен бір мәртебе, өйткені осындай үлкен компанияларда жұмыс жасау үшін оған білікті, білімді мамандарды тағайындайды. Бірақ та біздің өзіміздің еліміздің ішіндегі кейбір ақсап тұрған тұстар бар. Сондай тұстарда кадрдың жетіспеушілігі осы жастардың шетелге жұмыс жасауға кетумен байланысты деп ойлаймын. Сол үшін мен кадрлық шығынға кішкене ойымды бұрамын. Енді бізде қазір көп деген жобалар бар ғой. Болашақ бағдарламасы деп жатады. Оның барлығын үкімет жағдай жасағанмен де оның өтемі бар. Мен ойлаймын, осы бағдарлама бойынша негізі жастардың да, мәселен көп жаңа қоғамда әңгімелер бар ғой, жастарға дұрыс көңіл бөлінбейді, немесе жаңағы жағдайы дұрыс жасалмайды деген сияқты. Негізі мемлекетімізде өте көп бағдарламалар бар. Оның өтемі болса да, мемлекет өте көп жағдай жасап берген. Бірақ та оның ол туралы ақпараттанбауы, немесе ол туралы мәлімет білмеуі деп ойлаймын, осы жастардың шетелге кетуінің көп себебі. Өйткені осы бағдарламаларды қолданатын болса, сәйкесінше олар да өзінің жаңағы ақысы деген сияқты, еңбек ақысы бар ғой, олардың барлығы дұрыс жүзеге асады, және де еліміздің де бірнеше салаларында даму өте жоғары деңгейде жүреді. Жаһандану деп жатамыз ғой. Қазіргі заман жастары қандай қабілеттерді міндетті түрде меңгеру керек деп ойлайсыз? Қазір ең бірінші жастардың жаңағы білімі маңызды ғой.
жаңағы білімі болмаған жерде енді бәрібір таяз болған жағдайда олар бәсекелестікке түсе алмайды. Олар бәсекелестікке түсе білу үшін білім жоғары болу керек. Және олардың коммуникативтік жаңағы қабілеттері бар ғой, бір адамдармен қарым-қатынас жасауы, сөйлеу мәдениеті деген сияқты. Өйткені мен білемін, біраз жастарда өте керемет жобалар бар, бірақ та оларды іске асыруда немесе оларға демеуші іздеу барысында олардың жобалары көбіне қолдау таппай қалады. Өйткені олар сол жобаның мән мақсатын дұрыс жеткізе алмайды. Бұл жерде де жаңағы сөз байлығы деген сияқты немесе олардың сенімділігі қатты рөл ойнап кетеді кей кезде. Иә, қазір бізде әлеуметтік желілердің көбісінде айтылып жатыр. Байқаған жаңалықтардан да көріп қалдым. Ешқандай мамандықты 4 жыл универде оқу орнын оқудың қажеті жоқ деп бір кісі жазыпты, айтыпты. SMM, маркетолог оқып аласыздар, психолог та бола аласыз, мұғалім де бола аласыз деп біздің мына 4 жыл оқу орнын құнсыздандырып жатқаны жайлы не айта аласыз? Бұл қандай мәселеде? Бұл көбіне жаңағы өзінің жаңағы бағыт бағдарын дұрыс таба алмаған, не болмаса өзінің оқыған мамандығына қызығушылық таныта алмаған адамдарға арналған деп ойлаймын. Өйткені біздің Қазақстанда әртүрлі салаларда, әрине маркетинг саласы керек болады, SMM керек болады, бірақ та тек ол нәрсе ғана біздің еліміздің әрі қарай дамуына 100% көмектесе алмайды ғой. Өйткені олардың түбінде жастарға, ұрпаққа әрі қарай тарихты жеткізуге, оларды саяси тұрғыдан жаңағы сауаттандыруға, сондай-ақ тіліміздің құндылығын көтеруге, және де олардың азаматтық тұрғыдан жаңағы дамуына бәрібір осындай жетілдірілген және де 4 жылдық білім жүйесі керек болады. Өйткені бұл білім алынбаса, онда басқа салаларда жаңағындай маркетингпен мәселен сен мұнай жақта жұмыс жасай алмайсың деген сияқты, немесе саясат жақта сен SMM-шік болып жұмыс жасай алмайсың деген сияқты ғой. Ол нәрсенің барлығы керек. Қандай жағдайда? Медиа кеңістікте сен өзіңнің осындай салада жұмыс жасап жатқаныңды, немесе өзіңнің компанияңды таныстыру мақсатында мәдениет жағынан кішкене керек болады. Бірақ та осы 4 жылдық білім беру жүйесі бәрібір үлкен рөл атқарады адам өмірінде. Ол мен ойлаймын, ол көбіне жаңағы кейбір отбасылық жағдайға байланысты, немесе ата-ана болған кезде аналар көбіне демалыста отырып қалады ғой. Сондай сәттерде олар жұмыстан қол үзіп қалмау үшін, оларға осындай демеу ретінде жаңағындай қолжетімді болу үшін осындай білім үлгілерін ұсынды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді қазір жаһандану жағдайында жастар ұлттық құндылықтарды қалай сақтап жаңғырта алады? Ұлттық құндылық бұл жаңа айтқанымыздай тәрбиеден берілетін дүние. Егер де сол сәттерді бала толықтай бойына сіңіре алатын болса, және де алдағы уақытта енді жастардың қолында болып тұр ғой болашақ. Мен ойлаймын, жастар негізінен барлық ұлттық құндылықты өзіміздің тілімізді таза сақтау арқылы әлемге паш ете алады, және де болашаққа керемет бір үлкен үлгі ретінде қалады деп ойлаймын. Мәселен, жаңа медиа кеңістік деп жатырмыз, немесе тағы да басқа салаларда болсын, үлкен жиын, конференция болсын, немесе жай ғана блог жүргізетін жастар бар, сол жастардың тілін, немесе әрбір мереке сәттерінде ерекше бір қазір креативті тұрғыдан таныстыру жаңағы жұмыстары көп қой. Соларды егер де дамытатын болса, қазіргі жастардың қызығушылығына сай бұл үлкен ауқымды жаңағы проблеманы шешіп бере алатын қадамдар деп ойлаймын. Қазақ тіліндегі контенттің дамуы жастарға қалай әсер етеді? Қазір көп пе жалпы қазақ тіліндегі контент? Қазақ тіліндегі контент негізі көп. Бірақ енді қазіргі жастар көбіне сол желі арқылы, мәселен бұрында радио тыңдады деген сияқты, немесе бір үлкен жаңалықтарды оқыды. Өйткені жаңалықты қарау, әлеммен танысу жаңағы дәрежесі кішкене аясы тар болды ғой. Ал қазіргі таңда әр бір баланың қолында смартфон бар деген сияқты. Осындай жаңағы фильтрация, егер де олардың алып жатқан жаңалығында фильтрация болмаса, онда кішкене былайша айтқанда жаңағы жаһандану процесінде кішкене артқа қарай шегінеді. Бірақ та жаңағындай SMM, таргетолог дегендердің көмектері керек болады. Өйткені бұл жерде жаңағы өте көп мысалы кітап талқылайтын, немесе түрлі тарихи оқиғаларды талқылайтын, алда болашаққа жоспар құруда үлкен-үлкен подкасттар бар. Бірақ жастар ондайға қарағанда көбіне креативті, немесе қызығушылыққа көбірек мән береді, қызылға қарай. Егер де жастар сондай бағытын нақты бір тиімді ақпарат ала алатын жаңағы медиадан алатын болса, онда мен ойлаймын, осы қазақ тілді контенттердің саны негізі жеткілікті, бірақ олардың да өнімі пайдаға асады деп ойлаймын.
Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы. Жастарға мотивация, бағыт, рух беретін қандай нәрселер қажет қазіргі жастарға? Мотивациям жоқ, ерініп жүрмін, оқығым келмейді дейтін жастар қазір сәл көбейіп бара жатыр. Телефон, тиктокты қарап отыра беретіндер бар. Сол жайлы. Менің ойымша оларға жай ғана дисциплина керек сияқты. Ол жерде шынайы мотивациясы жоқ жастар бар. Ол бәлкім өзінің әлеуметтік жағдайына байланысты болуы мүмкін, немесе бірнеше қадамдар жасайды, бірақ олар сәтсіздікке ұшырағаннан кейін олардың мотивациясы өшіп қалуы мүмкін. Бірақ та жай ғана өзінің жалқаулығын менің мотивациям жоқ дегенге балайтындар бар. Иә. Соларға жалпы мен ойлаймын, дисциплина керек. Еңбектену керек және дисциплина керек. Өйткені дисциплина болған жерде сен уақытың да, уақытқа сай жоспарың да, мақсатың барлығы бірте-бірте орындалады. Иә. Сол айтар. Рахмет. Жұмыссыздық немесе өмір жолын таба алмау мәселесін қалай шешуге болады? Бұл мәселеде негізі жан-жақты қарастыру керек деп ойлаймын. Өйткені жұмыссыздық мәселесі бір ғана фактордан туындамайды. Ол бірнеше факторлар әсер етеді. Мәселен, болды ғой, педагогтарға қарағанда, мәселен, алдыңғы жылдары IT саласына көбірек гранттар бөлінді деген сияқты. Сол сияқты екінің бірі мұғалімдікті оқыды кезінде деген сияқты. Сондай сәттерде, мәселен, жұмыс жетіспеушілігі болуы мүмкін. Ал кейбіреулері өзінің қызығушылығы, өзінің бағыт-бағдары, мақсатына сай емес оқуды таңдап қояды. Сондай кездерде оларда жұмыссыздық көбіне орын алып отырады. Иә, енді сіздің ойыңызша 10-15 жылдан кейінгі қазақ жастары қандай болу керек? Қазіргі қарқынмен дамып жатқан жастарға қарасам, өте бір керемет сезім болады. Өйткені қазіргі таңда жастар түрлі жан-жақты дамып жатыр. Мәдениет жағынан да өздерін дамытып жатыр, спорт жағынан да дамытып жатыр, ғылым саласынан да дамытып жатыр, түрлі жобаларды халықаралық деңгейде қорғап жатыр деген сияқты. Мен ойлаймын, 10-15 жылдықта алдағы уақытта жастар өздерінің қалаған қажетті мамандықтарын да жұмыс жасайды, және де еліміз тағы бір сатыға көтеріліп көркейе түседі деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Біздің де оқу орнымызда көптеген спорт жағынан болсын, мәдениет саласынан болсын, ғылым саласынан болсын, қазіргі таңда еңбектері, жетістіктері көп студенттер бар, белсенді студенттер. Жастар ел болашағын жасау үшін ең алдымен неден бастау керек? Елдің болашағын өздері жасау үшін. Жаңа айтып отырсыз, қазақша контент болсын, білім алу жағынан болсын, тағы не нәрсе қоса алады? Жастар негізі елім үшін деп қызмет жасайтын кезде жастар ең бірінші өзінің ішіне өзінің меніне сұрақ қою керек қой. Өйткені ол жерде әрбір әрбір азамат өзінен бастайтын болса жұмысты, онда ол сәйкесінше қоғамға да пайдасын тигізеді, және өзінің өмірінде де жарқын болашаққа қарай қадам жасайды деп ойлаймын. Бұл жерде енді түрлі контенттер болып жатыр, бірақ та мұның барлығы ауызбіршілікте, бірлікте болса, тірлікте өнеді дейді ғой. Сол үшін мен ойлаймын, жастардың барлығы бірігіп, бөлінбей, елге руға бөлінбей, барлығы бірігіп жұмыс жасайтын болса, онда алдағы уақытта елдің болашағы да, және де халықтың өмірі де жарқын жаққа қарай өзгереді деп ойлаймын. Қазіргі таңның өзінде де бұрынғыға қарағанда түрлі стереотиптердің жойылып келе жатқанын көруге болады. Мәселен, бұрында болды ғой, руға бөліну деген сияқты, ел мен жерге бөліну, немесе мектепке бөліну деген сияқты. Мұндай стереотиптер бара-бара осы жастардың көзқарасы ерекше болғандықтан бұл өзгеріп келе жатыр, және де мен бұған өте қатты қуанамын деп айта аламын. Рахмет, өте керемет жауап бердіңіз. Бүгінгі біздің подкастымыз осымен тәмам. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Алдағы уақытта тағы да осындай жастарға күш-қуат, мотивация беретін кездесулеріңіз көп болсын. Шоқан жұлдыздарының қатарында сізді құттықтаймын. Алдағы уақытта сізге табыс тілеймін. Осымен біздің подкаст аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.